өз баласында жүрген көп рахмет айтамын. 40 жылдай араласып, дәм тұзымыз бір араласып жүрген достарым, туыстар өтіп кеттік. Сендер енді менің подружкаларым еместер, көршілерім еместер, почти ағайын болып кеттік. Рас қой, бақыт тәте, Шолпан, тетя Соня, қыздар, Фарида, Әлия, Фарида, Рысқайша, сіз Роза Нұрғайзина бір сөз жауабыңызға қалдырмай. Кеше Мариямда тойында болып едім. Көп рахмет сіздерге. Класстастарым, әріптестерім, бәрдеріңіз ата-анаңызға аттап айтпай қояйын. Көп рахмет сіздерге. Мынау ұлдарыма, келіндеріне көп рахметімді айтқым келеді. Өсіп, өніп, ағайын, туған туысқандармен араласып, бірісіп жүрсін дедім. Енді тек қана жақсылық болсын, отбасының аман есен болып, осы шаңырақты көркейтіп жүре беріңдер сендерге. Тамада балаға рахмет. О, шапалақ! Тамада балаға. Біз ерте айтып отырған сияқтымыз, осыны рахмет. Әлі біткен жоқ. Әлі біткен жоқ, иә. Айтып алайын деген ғой, ойында бар. Әлі біткен жоқ. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Әрқайсыңызды көріп. Бізден бұрын сіздер бір-біріңізді көріп қауышасыздар, бір адамдар 10 жылдап көрген кісілер бар екенін, 20 жылдап көрген кісілер бар екен, соның бәрін көргеннен өзім қуанышты отырмын. Енді бүгін енді шешеңіз алғыстай келді. 70 алыптады. Өзі біртүрлі екен. Шешеңіз 70 алыптады деген. Біз қаншаға келдік деп ойлап қоймыз. Көз алдымызда өстік, мына жерде арамызда кісілер бар. Кеше көтеріңді сүртіп жүрген кісілер болған, жетектеп жүрген кісілер болған, соның бәрі сіздерсіздер. Сіздердің сол осы отырған шешелердің каждый ем шыққан адамдай болып отыр. Өстік, мына отырған өзім әкем болмаса да әкемнің орнында 3 жыл әкем отырып, қайсысын айтсаңдар бәрі бірден еған. Көргенде қуаныштымын деп отырып, басқа айтатыным жоқ. Шешемді құттықтағым келіп отыр. 70 жас деген оңай емес. Оның 40-ын бізбен өтті. 70 емес, 60. 70 жасқа келеміз. Сол 60-ын 40-ын бізбен өтті. Алсаңында бізді тәрбиелейміз деп өткен бала шағамыздың біреуін көріп отырсыздар, жетектеп отыр, екіншісі дұрыс демалуға да бермейді. Пенсия болғанда қалай болатынын білмеймін енді. Қазірдің өзінде қайта жұмысқа кетіп қалды ғой біз енді. Бұл рахат. Енді бір жылы қалды, бір жылдан сіздердің орталарыңызда көп рахмет. Шешенің араларыңызда пенсия өткен сіздердей жасарып, қуанып, үйде жүргеніне өте көп қуаныштымын. Аман-есен жүргенде шешімін ертең басқанды. Біздің ортамызда күліп ойнап, жақсымызды, жаманымызды бәрін орнақтасып, осында жатқан ұрпағымыздың бәрін жеткізіп, құдаларын бәрін жеткізіп берсек, мүмкін одан шөберлерге көшеріміз деп бата осылай. Бізден үйленгеніңізді жақсы. Қазір әсеттінде менің де өзіміздің қайын жұртымыз бар. Мына біздің балаларымыз да қайын жұрты болсын. Соны тілеймін. Молодец. Туған туысқандар, шешемнің жолдастары осы өмірге сіздермен бірге қадам басып, өмір бақи өзіңіздеріңіз көріп отырсыздар. Көзім тоймайтын адамдарсыздар. Өмір бақи кішкентай кезден бастап сіздердің араларыңызда өстік. Сіздермен әрдайым сыйласып, осы шешемнің қуанышына бөліп отырғандарыңызға рахмет. Бізде басқа ештеңе жоқ енді. Айтайын десем. Шешемнен бар, жалғыз өзіміз асыраған. Сол шешеміздің Талдырған жақты шеше деп айтайын. денсаулық тілеймін. Бізге қарағанда болса ғана болды ғой енді. Өмір бақи.
шешемнің мың алғыс. Біз оны өтеп бере алмаймыз. Екі өмір сүрсек те, 10 өмір сүрсек те. Рахмет, өстіп жеткізіп, біздің жаманшылығын жасырып, жақсылығымызды асырғанымызға. Енді келер қуанышымыз, келер болашақтарымыз осы біздің ұрпақтарымыз. Солардың арасында сіздер болғаныңызды әрдайым қалаймыз. Рахмет.